Сәлем, бәріне қайырлы кеш. Қазір тезірек кіре беріңдер. Мен презентацияны қоса берейін. Бөлініп кіріп алсын, ашпай кірікпей болыңдар сабаққа. Қазір. Хорошо. Кеттік онда сабағымызды бастайық жайлап. Қазір экран көрінетін болады. Бізде запись қосылған. Бірақ та қазір мен айтатын шарттар бар, иә. Бірінші әуелі жақсылап танысып алайық. Күшті қылып тұрып қазір мен қосып алайын. Кеттік, бастаймыз. Жақсы. Экран көрініп Апай, сәлеметсіз, қалайсыз? Сәлем. Күшті өздерің. Шүкір, жақсы. Апай, менде қазір 9:30-да матсалықта жазбаша жұмысым бар еді, митташы. Соға дейін қатыса тұрсам, ол біткеннен кейін қайтадан кіремін. Иә, хорошо. Маған күштісіңдер отырам, ертіп кіре аламын, апай кіре алмаймын деп қойып. Жақсы. Кеттік, онда сабағымызды жайлап бастаймыз. Кеттік. Бәріне сәлем. Қайырлы кеш. Мен есімім Назарлы болады. Биология пәнінің мұғалімімін. Осы жылды қосқанда 5 жылдық тәжірибем бар. Бірақ осы жылы астылы курстарда сабақ беруінің әсерінен оқушыларға жеке мақтар өтіп жүрген жоқпын, бірақ мен осыны қайта қолға алып бастадым. Өзімді жинақтап, бұған дейін мен Жылтырық онлайн курсында сабақ бердім. 2022 жылы, 2024 жылдар ол жақта да сабақ бердім. Ары қарай медицинадағы оқуларыма байланысты өзімнің универдегі оқуларыма көп көңіл бөлу үшін енді медик болатын болғандықтан сабаққа фокусты қоямын деп шештім. Бірақ қазір сонда да оқушылармен жұмыс жасауымды тоқтатқан жоқпын. Ары қарай бұйырса осы 2026 жылғы түлектер сендермен де жұмыс жасайтын боламыз, потому что өзімнің көбірек пайдамды тигізгім келеді. Сендерге әлі де беретін айтатын дүниелер өте көп. Бүгінгі сабақтың шарты бойынша сендер сабақтың соңына дейін отыратын болсаңдар, мен сендерге өте күшті бонус дайындап қойдым. Ол бонус бізде қандай бонус деп ойлайсыңдар? Кім біледі, деймін ба, тауып көріңдер, давайте. Ол бонус бізде мен жазып қойған болатынмын. Сендерге бір суретте осы сабақтардың жоспарын жібердім да. Сол жоспарды қайталап бір айтатын болсақ, қазір мен сол жоспардың суретін бір аша салайын. Ол жоспар бойынша бізде жазылып тұр. Қандай тақырыптарды біз осы қамтитын тақырыптарымыз толықтай бізде көрсетіліп тұр, және ол жерде жазылып тұр, иә. 100 не беріледі деген нәрсе бар. Қазір весь экран деп көрсете салайын. Бүкіл экран шыға берсін, қазір осылайын. Міне қараңдар. Мына жақта жаңа скачать етіп алған едім. Қазір көрсетемін. Міне экран көрініп тұр, солай ғой. Осы экранда қарайтын болсаңдар, біздің бұйырса осы марафонымыз кеше 15-нен басталды. Бүгін 16 алғашқы сабағымызды өтіп бастап жатырмыз. Және 1 наурызға дейін созылады Алла қаласа, ал 1 наурызда нағыз деп қой, көктемгі осы наурыз ұбыты басталады. Енді айтылған марафонның тақырыптары бұл көбінесе 10-11 сыныптарға арналған. Себебі көптеген оқушылардың чатта просто белгілеу бойынша ең қиын сыныптар осы сыныптар болды. Мына сыныптар бойынша мен қаңтар үгітінің менде чаттары бар, каналдары бар, өткен жылғы слив каналдары бар. Соның барлығын қарағаным бойынша шынымен де көптеген оқушылар 11 сыныптан қиналып жатады. Себебі осы сыныптардың тілі
шынымен де ауырлау болып келеді түсінуге, иә. 7-8-9-ды былай бір оқып шықсаң, оны жақсы түсініп аласың. Бірақ та мен сендерге ескертіп айтайын, 7-8-9 оңай дегенмен де, ол сыныптар андай логикаға жақындауда, сосын шатастыратын сұрақтар көп келеді ол сыныптар бойынша да. Жақсы. Және сабақтар сақталады. Сабақтар арнайы жабық телеграм каналда сақталады. Кім сабаққа қатысады, және сабаққа қатысқаннан соң маған апай міне мен сабаққа қатыстым деп осы сабақта отырған скриндап жіберетін болса, мен сол оқушыларға сабаққа доступты ары қарай беретін боламын. То есть телеграм каналдың сілтемесін жіберетін боламын. Себебі сабаққа қатыспай, ештеңе істемей жүрген адам ол баста белсенді болмаса, білмеймін, ол қалай алып кететінін. Сол үшін давайте сендер барынша белсенді болыңдар. Сол кезде мен сендерден білмеймін, көп нәрсе аяғым келмейді да, адам өзі талпынып тұратын болса, мен де бере бергім келеді. Мысалы, менде де материалдар, айтатын информациялар көп деген сияқты. Сосын әр сабақтан соң тақырып бойынша кішігірім сендерге конспект түрінде материал беріледі. Және менде айтылып тұр, әр сабақтың соңында қосымша мен 100 тест беремін дедім, иә. Енді қараңдар, сендерге қазіргі таңда практика өте керек, өйткені бізде тақырыпты меңгерудің өзінің жолдары өте көп. Тақырыпты жақсылап меңгеріп алудың бір әдісі көбірек практика істеу. Өзім оқушы болған кезінде өте көп тест талдайтынмын. Сол үшін де сендерге де осындай мен 3 файл дайындап қойдым. Мынау бізде тесттер. Мынау мысалы 100 тест толықтай осы жасушалық биология тарауы 10-шы сынып бойынша қамтылған, және ең соңында оның жауаптары тұр. Хорошо, бұның барлығы кәдімгі кітап бойынша жасалған. Менің өзімнің авторлық базам бар, сол авторлық база бойынша және кітап бойынша толықтай жасалып шыққан. Және әрбір ішіндегі затты жаттап алатын болсаңдар, бұның барлығы сендерге кәдімгідей көмектеседі. Және мен ақтарып қарап келдім. Қаңтар роботының сұрақтарын қарап шықтым. Бізде қаңтар роботы бойынша ең көп жаңағы осы жасушалық биология тарауы бойынша келетін ақпарат ол органоидтарды сұрайды. 1 мембраналы, 2 мембраналы деген сияқты. Кеттік. Ал қазір мен сендерге лайфхакпен оңай түрде талдап, түсіндіріп үйрететін боламын. Так что давайте барынша белсенді болып отырыңдар. Бұл сендер үшін дайындалған материал. Экран көрініп тұр, иә? Бірінші тесті болады. Ой, ядро болады. Хорошо. Так, 140 куратор болғаныңыз прям білініп тұр, апай дейді. Жоқ, мен куратор болдым 2021-22-де. Сосын мен 23-24-те мұғалім болдым. 45 балаға келеді, күшті жандар. Сендердің 45 балаға жеткендерді мен де қалаймын. Потому что осы жылы нереально балл өте аз тұр. Хорошо. Қазір осы чатта отырғандарға мен Word-ты жіберетін боламын. То есть кейін менің жекеме жаңағы апай мен сабаққа қатыстым деп скрин жіберсеңдер, 2 нәрсе жіберемін. То есть бірінші жабық каналды жіберемін, материалдардың барлығы жазылатын. Содан кейін нені жіберемін. Сол каналда үй жұмысы бірге тұрады. Звуктарын алып тастайықшы дейді. Хорошо, мен қазір алып тастаймын. Звуктарды жауып тастайық, ешкім сөйлемей ақ қойсын. Қазір көрейінші қалай жабылушы. 1 минут, қазір алып тастай салайын. Кеттік, давайте сендер де барынша белсенді болыңдар. Себебі осы сабақтан кейін күшті бәрін оңай үйреніп алатын болсыңдар. Звукты қай жағынан өшіретін ұмытып қалдым. Дополнение қай жағы еді. Все, келісіп звукты ашпай қойды. Мен айтқан сәл есіме түспей тұр, звук қалай работатын. Болды, таптым. Микрофондарды өшіріп тастадым. Только чат бар, ал кеттік. Қазір сендерде кітаптың беттері бойынша мен проба істеп сабақ өткізіп көрейін дедім, иә? Қалай ыңғайлы болатынын көру үшін. Ал біз қазір уақытты сендермен келісіп таңдадық қойында. Сендер таңдадыңдар ғой. Неудобно без звука дейді. Басқаларға вообще неудобно ғой, Дәулет. Онда тыңдап отыр, сосын керек кезде жазасың. Келесі звукты қосып өтерміз, иә? Ашып отырамыз звукты, уайымдамаңдар. Жалпы қараңдар, бізде осы 10-шы сыныптың бірінші емес, 2-ші бөлімі ғой, 2-ші тарауы, то есть 10-шы сынып, 2-ші тарауды талдаймыз қазір. Өздерінің кітаптарымен өтсеңдер болады, мүмкіндік болса. Хорошо, бізде сонымен ең бірінші нәрсе. Қазір біз сабақта былай істейміз. Кітаптың керек емес сөйлемдерін мен сендердің көздерінше сызып тастап отырамын, только керектерді ғана белгілеп отыратын боламын. Хорошо? Мысалы, мына жерде бізде
жасушаның дұрыс дамуын қамтамасыз етеді деп тұр, иә. Бұл сұрақ бәріміз мән бермей кететін сұрақ. Айтады, органелла мен органиттер дейді. Екеуі бір сөз негізінде. Бізде жасушаны бір қала деп алатын болсақ, осы қаланың ішінде неше түрлі мекемелер бар деп айтайық, иә. Мысалы, энергия береді, электр энергиясына, ол энергияны бізге митохондрия береді деген сияқты. Жасушаның ішін мысалы қоқыстардан тазалайды, ол лизосома, иә. Сосын сол қаланың ішінде арнайы қалаға керек көмір суынарыз, майларды өндіретін фабрика бар, оның аты эндоплазмалық тор. Хорошо? Эндоплазмалық торлардың ішінде жұмыс жасайтын өзінің жұмысшылары бар, олар рибосомалар. Ал жасушаның ішін басқарып отыратын осы қаланың әкімі деп айтайық, ол бізде ядро болады, иә. Жақсы. Енді органоидтың мына жерде сендерге қарапайым ғана анықтамасы беріліп тұр. Органоид деп отырған ол бізде жойылып кетпейтін өзінің құрылымы бар, қызметі бар құрылым. Болды, осы жер керек екен бізге. Органоидтар бізде қос мембраналы мен бір мембраналы и мембранасы болып бөлінеді деп тұр. Енді қараңдар, бұны қалай түсінесіңдер? Яғни үйдің сыртын алып қарасақ та, үйдің сыртында қоршауы бар. Тура сол сияқты әр органоидтың сырты қоршалып тұрады екен. Ол бізде бір мембранамен қоршалған болуы мүмкін, екі мембранамен, немесе мүлдем мембранасыз болуы мүмкін. Жақсы, енді ары қарай бізде қос мембраналарына жаттап алуға мен сендерге бір лайфхак айта салайын. Бұл бізде үшеу, олар бізде митохондрия, ядро және пластиктер. Сендер білесіңдер деп ойлаймын, просто ол бізде мама, папа, ядро деп табасыңдар болады. Немесе просто тұрған сөзбен миоптиптер деп табасыңдар болады. Енді бір мембраналыны жаттауға бір әдіс айтайын. Бұны сендер мына әріптерді қосып жаттап алыңдар. В деп жаттап алыңдар, иә. В деген вакуоль, деген эндоплазмалық тор, Г деген Голги, Л деген лизосома. Міне, мына жерді талдап тастадық. Вакуоль, эпителий, лизосома, Голги, вакуоль. Бұл жерде тағы бізге берілген жасырын бір сұрақты көресіңдер. Вакуольдік жүйедегі деп көріп тұрмыз ба? Ертең осы сұрақ кеп қалуы мүмкін, сол кезде мә деп таппай шатасып қалуымыз мүмкін. Вакуольдік жүйе, яғни барлығы бір-бірімен байланыста орналасқан. Осы 4 органоид, хорошо? Бір мембраналар, вакуоль. Өте оңай, жаттап алуға. Мембранастар ол сендерде екеу ғана, жасуша орталықтары мен рибосомалар екен, болды. Жақсы, енді әрі қарай барлық мембрананың ұқсастығы деп тұрады. Бұл сендерде мен беретін тесттің ішінде де бар, сұрақ түрінде. Барлығының сыртында мембрана бар, кейбірінде мембрана жоқ та болуы мүмкін. Бұл жер түсінікті, иә? Сендерге қалай бұлай талдағанымыз ыңғайлы болады ма? Енді тестке барайық. Қай органоид қос мембраналы деп тұр? Кеттік, еске түсіреміз, бізде ол мама, папа, я болды. Бұл бізде болады екен митохондрия. Келесі қай органоид бір мембраналы? Бұнда уже білеміз. Бір мембраналы мына жерде бірнешеу болуы мүмкін. Ядро бір мембраналы емес деп тұр, иә? Ядро болады, бір мембраналы емес. Бір мембраналарға мына үшеуі жатады. Ал мембранастар екеу екенін айттық, жасуша орталық и рибосома ғана. Значит, С жауап болады. Күшті, дұрыс айтып жатырсыңдар. Енді қараңдар. Маған мынаны айтыңдар, мембранамен қабырғаның айырмасы бар ма? Иә, дұрыс айтып жатырсың, центриол, дұрыс. Қараңдар, мына екеуін салыстырамын сендермен. Бар, молодцы. Қараңдар, мембрана ол пакет сияқты. Мысалы, үйде пакеттер болады, магазиннен, рулон пакеттер, иә. Мембрана ол жұқа, ол пакет сияқты. Мембрана десе пакет елестесін көздеріңе. Қабырға десе кәдімгі үйдің қабырғасын кірпіштер елестесін, андай кірпіштер құралатын, иә. Хорошо? Иә, енді қараңдар, тағы бір нәрсе айтамыз. Мембрана ол бәрінде бар. Бәрінде бар. Қабырға, бұны міндетті түрде жаттап алыңдар. 8-ші сыныптың ақпараты. Қабырға болады ана бактерияда, болады өсімдікте, және саңырауқұлақта. Хорошо? Осы үшеуінің ғана қабырғалар болады әрқайсында. Мембрана ол өсімдікте де бар, саңырауқұлақта да бар, жануарда да бар, адамда да бар, жарай ма? Бактерияда дұрыс айтып жатырсыңдар, муриннен тұрады. Өсімдікте целлюлозадан тұрады. Саңырауқұлақта болса хитиннен тұрады. Жақсы.
Екеуінің айырмасы, иә? Осыны өздеріңе сызып жазып қойсаңдар, күшті естеріңде тұрады. Главный. Жақсы, енді тест жасаймыз қазір. Сонымен қабырғаның қызметтерін біз білеміз, ол қорғайды, қоректендіреді. Енді қараңдар, сендер ұмытып кететін бір зат тұр. Буферлік дейтін қызмет тұр, суды тасымалдау дейтін қызмет тұр. Осы екеуін ұмытып кетпеңдер. Ядро туралы қысқаша айтып кеткен, бұл информациялар тоже келеді. Бізде ядроның екі мембранасы барын айттық, соны жазып қойған. Сосын ядроның ішінде сұйықтығын жазып қойған, оның аты нуклеоплазма. Және ол жерде тұқым қуалау ақпараты да бар. Келесі бізде вакуул, ол бізде бөліп шығаруды реттейді деп тұр, иә, көріп тұрғанымыздай. Және оның мембранасын біз тонопласт деп атаймыз, иә. Және де қараңдар, тонопластқа анықтама беріп өтті. Бұл тонопласт ерекше мембранамен қоршалған эпотның түйіскен бөліктері деп тұр. То есть вакуул қажетті заттардың түсу процесін реттейтін тонопласт деп аталатын мембранамен қоршалған. Мынау вакуулдың информациясы. Және эпотымен түйіседі екен. Все, екі информация берген сендерге. Ал эпоты туралы айтады. Ол қараңдаршы, мына жер жаттап алу керек. Бізде цистернадан тұрады деген бар. Түтікшеден тұрады дейтін болады. Цистерна ол бізде Гольджида болады. Эпотыда түтікшелер болады, иә. Нуклеоплазма ядроның ішіндегі сұйықтығы, дұрыс айтып жатырсың. Эпоты ол бізде тегіс пен түйіршіктен құралады. Сосын бізде негізгі органоидтер деп бүкіл органоид жазып қойған, ол керек емес. Так, қай органоид жасуша орталығына жатады? Жасуша орталығының басқаша аты центриоль. Эпотының қызметі. Ол органикалық заттарды өндіреді, оларды тасымалдайды. Вакуул немен қоршалған? Ол тонопластпен қоршалған. Хорошо? Вакуулдың ішінде сұйықтығы бар. Оның ішіндегі сұйық заты жасуша шырыны. Ішінде шырыны болады. Вакуулдың шырыны. Келесі цитоплазманың қызметі бар. Ол ядро мен органоидтарды байланыстырады и заттар тасымалдау. Жасуша қабырғасының құрамына не кірмейді? Дұрыс айттыңдар, сендер целлюлоза өсімдікте болады. То есть өсімдіктің жасуша қабырғасын айтатын болсақ, қазір мынаны тоже талдап кетеміз, иә, бұл сұрақты. Құрамында глюкоза болады, гемицеллюлоза болады. Целлюлозадан тұрады, апектин, нема? Мынаны алып тастаймыз, иә, уже. Хорошо, келесі нәрсе қабырғаның қызметі. Уже жазып тұр, жаңа айттым сендерге, буфер деген ұмытпаймыз дедім, иә. Қорғаныш, тірек дегендер тұр. Ядроның құрамына не кірмейді? Не кірмейді? Ядрошық, хроматин, нуклеоплазма кіреді, вакуул, ол бөлек органоид. Жасуша мембранасының құрамында не болады? Қазір оны талдайтын боламыз. Бұл бізде сэндвич сияқты. Бұрын мен мына жерге сэндвичтің суретін қоятын бар ма екен, көреміз, иә? Мембрананы түсіндіріп беремін қазір. Мембрананың қызметтері өткізеді заттарды и қажетсізін шығарып жібереді. Жақсы, біз уже бір шама затты талдап бітірдік. Сендерге қалай болып жатыр? Шамалы скорост қосайық па, әлде осылай талдай берейік пе? Мүмкін қазір бір сағаттан сәл асуымыздан мүмкін жарай ма? Хорошо. Мен сендермен чатта ашып оқып отырмын. Только керек жағдайда ғана чатты қосамыз. Жақсы, бұл жерде әркімнің уровендері әртүрлі. Сәл-пәл скорост қосамыз. Қиын емес, оңай жерінде. Хорошо. Кеттік ал. Осы дұрыс апай дейді. Жарайды. Кеттік онда. Так, все. Кеттік. Енді мынау таблица, бұл таблицаға көп адам мән бермеуі мүмкін, бірақ ішінде сендер біліп алу керек жерлер бар. Мысалы, мына жақта цитоплазманың анықтамасы берілген. Жасушаның ішін толық алып жатқан түйіршікті тұтқыр сұйықтық деп тұр. Осыны есте сақтау керек. Ядро туралы айтқан, оның пішіні шар сопақ деп беріледі. Екі мембранадан тұрады деп тұрады. Сосын ішінде оның сұйықтық кариоплазмасы бар. Одан кейін қараңдар, бұл жерде жаттап алатын бір зат бар. Домалақ ядроның денешігі, ол ядрошық. Сосын осы жерде бір ақпарат айтылады. Ядрошықта, ядрошығымызда синтезделетін нәрсе бар. РНК және нәруз синтезделеді деп тұр. Көрдіңдер ме? Нәруз РНК синтезделеді, рибосомаға түседі деп айтылып тұр. Бірақ бұл ақпаратпен мен қатты келісе бермеймін. Себебі нәруздың синтезделетін орны ол әрине рибосома, солай ма? Сол үшін де жаттап алыңдар.
РНК ядрошықта синтезделеді деп, иә? Жақсы, одан кейін мембрана туралы ақпараттарға қазір барамыз. ЭПТ бұл міне түтікшелерден түзілген деп айтып тұр. Опять түтікше деген сөзді көріп тұрсыңдар. Сосын келесі нәрсе, тегіс пен түйіршіктің қызметін итак білесіңдер. Тегіс ЭПТ ол мембранасы тегіс деп беріпті. Түйіршікте рибосомасы бар, иә? Келесі митохондрия туралы мынау қазір болған барамыз, қиын емес. Пластидтер. Пластидтердің 3 түрін берген, бұны да айтып өтеміз. Жасуша орталығы неден тұрады десе, мынаны айтасыңдар міне. 2 заттан тұратынын айтып болған. Біреуі центриоль бөлігі және микротүтікше. Микротүтікше деп тұр. Хорошо. Осы біз көре бермейтін жерлер келіп қалады. Енді кеттік тест алайық. Так, тестте тегіс ЭПТ-ның синтездейтін заттары әрине липидтер мен көмірсулар. Лизосоманың ерекшелігі қандай болады бұл кезде? Мембранамен қоршалған түйіршік болады. Митохондрияның ішінде не болады? Матрикс болады. Ядрошықтың қызметі қандай? Жаңа ғана айттық, РНК рибосома түзу дедік. Түссіз пластид қандай болады ол бізде? Қай пластид болады? Лейкопласт болады. Хлоропласттың қызметі фотосинтез. Триста деп тұрған. Мынау сіздер митохондрияны көресіңдер. Ішінде тарақ сияқты ішкі мембрананың осындай қатпарлары бар. Мынау бізде ішкі мембранасы. Қазір әдемілеп салатын болсақ, былай тұрады. Мынау митохондрия, митохондрияның ішкі мембранасы. Мынау креста. Тарақ сияқты. Хорошо. Хроматин анықтамасын табайық. Хроматин деген ядроның ішіндегі ДНК жіпшесі. Ядроның қызметі тұқым қуалау ақпаратын сақтайды, тіршілікті басқаратын қараңдар. Ол жасушаның ішін басқарады. Митохондрияның ерекшелігі, митохондрияның өз ДНК-сы болады, өз РНК-сы, өзінің рибосомалары болады. Мынандай қызық ақпаратты естігенсіңдер ме? Мына митохондрияны жасушадан бөліп алып тастаса, ол өмір сүре алады жасушасыз. Бірақ ол көбейе алмайды. Хорошо. Кеттік, біз тағы бір бетті бітірдік. Молодцы. Қозғалыс органоидтары 3, кітаптың мына бөлігі де маңызды. Кірпікшелер, талшықтар, жалған аяқтар көп жауаптық болып келеді. Көп жауаптық. НБ деп жазып қоямын. Нота Б деген сол ұмытпа деген сөз. Гольджи, қарандар, бұл көпіршіктерден тұратын, иілген қуыспен түтіктен тұрады. Вакуольдің мембранасы, тонопласт. Вакуольге байланысты оның қызметін берген сендерге. Оның 3 қызметі тұр. Бірінші қызмет ол ион жинайды. Екінші қызмет тургор дейтін қысым бар. Тургор қысымын ұстап тұрады. Үшінші қызмет суды қорға сақтайды. Бұл бүйтіп жазып қойыңдар өздеріңе. Вакуоль дейсіңдер. Вакуоль неден тұрады? Жасуша шырынынан тұрады. Мен сендерге осылай конспект жазуға кеңес беремін. Жасушаның шырыны бүкілін көшіріп жазбаңдар. Және тонопласттан тұрады. Сосын астына қызметі дейсіңдер. Қызметі 3 екен жазасың. Ион, тургор, су. Все, осы 3 сөзді көргенде саған уже вакуоль елестеу керек. Біз бір тақырыпты бітіріп тастадық. Кімде сұрақ қалып кеттік, кімде сұрақ жоқ. Кімге түсініксіз, кімге түсінікті. Бір кері байланыс беріп тастаңдар болады. Сосын ары қарай кеттік. Жалғастырамыз. Көршті, түсінікті болса өте қуаныштымын. Бұл өзі ауқымды тарау, кейбір сөздерді, терминдерді түсіндіру керек болады. Ондай кезде чатқа жазыңдар. Қатып жатыр дейді, түсінікті, күшті болып жатыр, қуаныштымын. Жантөреге қатып жатыр, бәрі түсінікті дейді, Фатима айтады, четко дейді, ой күшті. Қанып қалдым ғой, аты синтездеу, молодец, бәрі жазып отыр екен, молодцы. Жарайды, кеттік ары қарай, енді жасушаның қабырғасы. Енді мен сендерге қабырғаның құрылысын қазір айтып беремін. Бұл жерде қазір өсімдіктің айтамыз, иә? Сонымен, мына жерде сендерге қай информация маңызды, иә? Қараңдар, қабырға дейді, мембрананың астында орналасқан қатты қалың қабат деп тұр, иә? Оны түсінбей басқа затпен шатастырып алмаңдар осы жерді. Сосын сендерге мен айтқан затты берген бактерияда, саңырауқұлақта, өсімдікте ғана қабырға бар деп тұр. Болды. Осы үшеуін білу керек болды. Бактерияда мурейінен тұрады деп тұр. Енді бір қызық ақпарат бар. Осы бактерияның жасушасының қабырғасына байланысты екіге бөлеміз бактерияның грамм-10, грамм теріс деп. Бұны ертең бұйырса 11-ші сыныпта талдап үйретемін. Бұлар келеді сұрақ бұл. Саңырауқұлақтың қабырғасында фитин мен глюкандар болады. Балдырда полисахаридтер болады. Болды. Енді кеттік өсімдікке.
Қазір өсімдікті талдап тастаймыз. Сосын диатом балдыр деген болады. Диатом балдыр оны ешқандай жануар жемейді, ол керексіз. Просто судың ішінде өмір сүріп жүретін балдыр. Онда қабырғасында кремнезем деген зат болады. Кремнезем формуласын кім біледі? Кремний кіреді, оның құрамына, иә? Иә? Кеттік. Жақсы. Алюминий оксиді. Алюминий оксиді. Мә, шығып кеттім ғой, жантөре жүрегім жүрегім ғой менің. Иә, силициум 12. Дұрыс айтып отырсыңдар, кремнезем. Жақсы, кеттік. Сонымен өсімдіктің жасушасының қабырғасында не бар? Өсімдіктің жасуша қабырғасында мен қазір сендерге салып көрсететін боламын. Мына қараңдар, мынау бізде куб, иә? Осы кубқа қарайтын болсаңдар, бұл жерде біз қабырға секілді елестетіп көрейік қазір. Мынау бізде өсімдіктің қабырғасы. Бұл жерде мынау қаңқасы деп алып қарайық. Қаңқа дегеніміз бұл целлюлоза. Енді осының ішін толтырып тұратын заттар, мынаның ішін толтырып тұратын заттар бар, қаңқаның ішін. Олар бізде матрикс деп аталады. Мынаның ішін толтыратын заттар, олар матрикс болады. Так, матрикс, иә? Матрикс деп тұрғанымыз, ол бізде пектиндер, гемицеллюлозалар. Қараңдар, қабырға, қаңқа, целлюлоза деп айттық. Ары қарай бізде енді матрикс, жаңа айттым, гемицеллюлозалар мен пектиндер. Жақсы, бізде целлюлозалар бұл жерде мынандай фибрилла, яғни жіпше түрінде орналасады. Суретте мен сызып отырмын. Сосын олардың аралықтарын матрикс толтырады. Целлюлозалардың арасын матрикс толтырып жауып тұрады. Одан бөлек құраушы заттар деген бар. Құраушы заттар олар целлюлозаларды бір-бірімен біріктіруге, жабыстыруға қатысады, хорошо? Құраушы заттар деп біз айта аламыз. Субериндер бар, бізде балауыз бар, сонымен қатар лигниндер бар, иә? Сол заттар олар бізде құраушылар болады. Міне қараңдар. Гемицеллюлозалар қалай орналасады? Так, гемицеллюлозалар олар бізде, мысалы, мынау целлюлоза болатын болса, ұзын, қалың, жуан, гемицеллюлоза олар жіңішке болады. Және гемицеллюлозалар целлюлозаның аралықтарын толтырып орналасқан. Қазір әдейі біліп целлюлозамызды салып көрейік. Мынау целлюлоза. Осылардың аралықтарында гемицеллюлозалар майда-майда жіпсе сияқты орналасып, арасын толтырып тұр, хорошо? Және сол кезде бізде жасушаның қабырғасы пайда болады. Осы өсімдіктерде целлюлоза болғанның арқасында біз олардан қағаз жасаймыз, иә? Жақсы, енді бұл нәрсе түсінікті болса, пектиндер, бұлар бізде полисахаридтер, оны ертең айтамыз. Және бізде пектин, кальций, магний дейтін сияқты иондармен байланыс түзіп, не істейді? Екі жасушаны бір-бірімен байланыстырады, қосады. Пектиндер өсімдікте өте көп болады. Сонымен қатар бізде қорғаушы заттар деген бар. Олар бізде осы жасуша қабырғасының 30%-ын құрап тұрады, то есть жасушаның ішінен. Бұларға лигниндер жатқызсақ болады, ағаш сүрегінен көреміз оларды. Енді қараңдар, лигнин деген зат, ол бізде не істейді? Ол біріктіретін цемент. Просто бұл жерде не істерін сақтайсыңдар, лигнин, цемент деген сөзді. Міне бұл. Лигниндер бұл сүректенуге жауап береді. Сүректену дегеніміз, сүрек деген ағаштың қабығында бөлік бар, иә? Қабық, өзек, сүрек естерінде ма? Өзек бар. Содан кейін бізде сүрек бар. Сосын бізде не бар одан кейін? Камби қабаты бар. Және бізде қабық қабаты бар. Хорошо? Міне қараңдар. Өзек, сүрек, камби, қабық. Енді мына сүрек қабатын жиһаз жасауға пайдаланады. Бұл 7-ші сыныптың ақпараты. Бұны жиһаз жасауға қолданады. Бұл өлі бөлігі. Осыны түзуге лигниндер керек, жарай ма? Неге лигниндер керек десеңдер, тереңірек айтатын болсақ, бұл лигнин бізде ненің құрамына кіреді? Өткізгіш ұлпаның құрамына кіреді, ксилема деп аталатын, иә? Хорошо? Түсінікті болды деп ойлаймын. Так, ары қарай бізде енді тағы да қандай жасушаның қабықшасын сыртына жиналатын зат бар?
Путин, су берейін, балауыз дейтін заттар бар. Енді бір жаттап алуға күлкілі мысал айтайын сендерге. Су берейінді жаттап алған десе, су берейіннің қызметі ол су бермейді негізі. Ол тоздырады, суды өткізбейді, тоздырып тастайды да. И сол үшін айтасыңдар, су берейін, су бермейді деп жаттап алыңдар. Хорошо? Өзінің аты су берейін деп тұрғанмен, мына суретке қарап жаттап аласыңдар, ол су бермейді, жарай ма? Болды, өйстіп байланыстырасыңдар, и өмір бойы естеріңде қалады. А лигнинді елестетесің, ол цемент өте қатты, ол цемент. Болды, міне. Екеуін осылай шатаспайтындар, иә? Келістік. Тағы бір зат бар, кутиндер. Кутин дегенде қыздар сендер маникюр жасатып көргенсіңдер ма? 9-шы сыныпта, 10-шы сыныпта, 11-де. Енді осы кутикула еске түсіп кетеді. Кутин деп айтқанда тырнақтағы кутикула еске түсіп кетеді. Мысалы біздің тырнағымыз болатын болса, оның мына жерде кутикула деген тері бар да, өсетін, соны айтады. Ол бізді қорғайды тырнағымыз, иә? Типа сол сияқты кутин, ол балауыз екеуі жасушаларды қорғайды. Хорошо? Судың буланып кетуінен қорғайды, сосын бактерияның кіріп кетуінен қорғайды, міне жазылып тұр. Инфекцияның кіруінен қорғайды, суды буландырудан қорғайды деп тұр. Молодцы. Біз осымен жасуша қабырғасын полный бітіріп алдық, жаттап, түсініп алдық деп ойлаймын. Енді тестін істеп тастайық, тез. Так, сонымен бактерияның жасуша қабырғасында мурин, грамм теріс бұл бактерияның қандай ерекшелігіне байланысты? Қабықшаның құрамына байланысты. Саңырауқұлақтың жасуша қабырғасында не болады? Хитиндер мен глюкандар болады. Диатом балдырда не болады? Кремнезем болады. Өсімдіктің жасуша қабырғасының қызметіне не жатпайды? Өсімдіктің жасуша қабырғасының қызметіне жатпайды? Иондарды сіңіру, механикалық қорғау, төзімділік, алғыл өндіру. Мынау жатпайды. Өсімдіктің жасуша қабырғасына неге кедергі жасайды ол? Жасушаның үзілуіне. Ионның сіңуімен бөлінуі қай құрылымда жүреді? Қабырғада. Органикалық қосылыстарды тасымалдауға не қатысады? Қабырға. Өсімдіктің қабырғасының негізгі компонент емес, хлорофилл, қатты қабықшасына байланысты жіктеледі. Бактерия екіге жіктеледі. Оны бүйтіп жазып табандар. Оң, теріс деп қарша, плюс минус деп қосыңдар, болды естеріне тұрады. Целлюлоза ол бізде микрофибрилла. Фибрил ол жіп деген сөз, жарай ма? Фибрилланың арасын толтырады. Гемицеллюлоза, немесе матрикс. Қараңдар, мына жерде 3 жауапта келеді. В келеді, С келеді, Т келеді. Кейбір тесттерде осындай болуы мүмкін, иә, потому что андай көп жауаптық тест ретінде кетеді. Өсімдіктің жасуша қабырғасы құралады целлюлозадан. Осы жерге дейін кім түсініп алды? Кім күшті түсініп алды осы жерге дейін? Жақсылап естеріңде, кімнің есінде қалды? Bir kere байланыс беріңдер. Шам дейді. Мына есімің Шам болса, өте ерекше екен. Күліп жатыр ғой. Фатима Путин деп жатпаймын дейді, күшті. Мен түсіндім дейді. Күшті. Өте күшті, қуаныштымын түсініп алсаңдар. Есімің Шамшырақ па? Күшті, осы есім өте күшті. Бұрында да естіген. Матрикстың қызметі. Түсінгендер күшті, реакция басып отырсыңдар болады. Рахмет, түсіндер үшін ғой. Өмірмен байланыстырамыз. Матрикс деп тұрған, ол толтыратын зат, иә? Мысалы, үй салғанда білеміз, иә? Кірпіштерді қояды. Целлюлоза ол бізде кірпіш сияқты, иә? Мына жақтан бір бөлмені алып қарасақ, оның бізде қабырғасын, мысалы, целлюлоза құраса, целлюлозаларды біз цементпен қатырамыз ғой, ал ол цемент бізде лигнин дейтін цементпен қатырып тұрық. Сосын үйдің ішінде бос тұрмайды, біз үйдің ішін бәрін толтырып тастамаймыз ба? Перде саламыз, есік саламыз, иә? Соның бәрін матрикс деп жаталыңдар. Жарай ма? Матрикстер, олар бізде пектиндер мен гемицеллюлозалар. Жақсы. Я, Фатима деген есім бар, ол есімді бұрын көргенмін. Фатима, күшті прям. Ұқсайтын есімдер. Матрикстың қызметі берік байланыс түзеді. Матрикстың компоненті гемицеллюлоза мен пектиндер, міне екеуі тұр. Көп жауаптық сұрақ болып келеді, нота бене, короче, мынаны сендерге. Мынау медицина тілімен айтып жатырмын. Бұйырса медик болсаңдар, латын тілі сабағында оқисыңдар. Құрылысы бойынша целлюлозаға ұқсайды, бірақ қысқа тармақталған. Я, әрине, ол бізде гемицеллюлоза. Өсімдік жемістерінде көп мөлшерде болады. Ол пектин. Пектин туралы алда айтамыз. Құрғақ массаның 30%-ын құраса. Не құрайды ол бізде? Пектиндер құрайды.
Так, 30%-ын құрайды. Қорғаушы заттар екен ғой, лигниндер, то есть ой, бәсе, қараңдар, мынау бізде лигниндер құрайды 30%-ын. Кеп қалуы мүмкін бұл сұрақ тоже. Иә, сол кезде шатасып қалмаймыз. Өшпей қалды ғой, болды. Лигнин болады жауабы. Целлюлозаның арасын толтыратын цемент, ол бізде лигнин, сыртқы бетіне жиналады. Глутин суберин балауыз, тұтас қабат түрінде жеке элемент формасында шиыршықты сақина түрінде жиналуы мүмкін зат. Ол не бізде, кім біледі? Лигнин болады бұл да бізде. Жасуша қабықшасының ішкі қабатында тоздану деп тұр, қараңдар. Тоздану нәтижесінде суберин немесе так, лигнин тұр. Мына жерде бізде екі жауап. Екі жауаптың бірін таңдаймыз, қараңдар. Тоздану деп тұрса. Міне, мына жақта тоздану нәтижесінде жиналады. Хорошо, бұл суберинге қатысты ақпарат екен, міне. Все. Түсінікті болды деп ойлаймын. Балауыздық заттар, олар бізде инфекцияның енуінен қорғайды. Суды буландырып, судың деңгейін төмендетеді, булану деңгейін. И болды. Енді күшті жерге келдік. Көбісі түсінбейтін, қиналатын жерге келдік енді. Все. Осы жерге дейін түсінікті болса, ары қарай жалғастырамыз. Кеттік. Келесі нәрсе енді мембрана, иә. Мен жаңа айттым, мембрана ол пакет сияқты дедім, иә. Енді тағы бір нәрсе айтам. Мембрана ол сэндвич сияқты. Сендер жақсы көріп жейтіндер бұны. Магазиннен сатып аласыңдар, сабақтың арасында. Бұны мембрана деп елестетіңдер, иә. Сэндвичтің ортасына күшті қылып сыр жағасың, колбасаны саласың, сол кезде әдемі сэндвич шығады. Енді нанын көріп тұрмыз ғой. Екі жағында да тұр, иә, сэндвичтің. Ол бізде фосфолипид, иә. Фосфолипид ол мембрананың екі қабатын құрайды. Астыңғы, үстіңгі қабаттар. Фосфордан тұрады, липидтен тұрады. Көріп тұрғандарындай. И ортасында мынаның холестерол деген өте қатты бөлік бар. Холестерол. Қараңдар, мына фосфолипид ол иілгіш, ол жұмсақ зат. Холестерол қатты, екеуі бір-біріне қарама-қарсы. Холестерол заттарды таңдап өткізбейді даже, хорошо? Болды, осылай орналасады. Сыртында сосын күшті шөптерді көріп тұрмыз ғой, сәндеп қойған, иә, сыртында орналасқан. Бұны гликолипидтер деп аталғандар. Гликолипид. Кеттік, 1 секунд уақыт берем, іштерінен қайталаңдар. Сыртында тұрады гликолипид, екі қабаты бар фосфолипид, ортасында холестерол. Все, көздеріне осы менің салып берген сэндвичім күшті елестесін, иә? Осыны көріп отырып, ескеріп жүресіңдер. Жақсы, бұл жерде сендерге жаттап алу керек информацияларды қазір сызып көрсетіп кетемін. Биологиялық мембрананың негізгі бөлігі, значит, көріп тұрғандарындай, нан болмаса, колбасаны жей алмайсың. Сол сияқты фосфолипид болмаса, мембрана болмайды. Все, болды, осы ғана. Ананда миларды қатырмай қойыңдар. Гликолипид жаңа айттым, ол сыртында болады деген жаттап аласың, болды. Холестерол ол бос орнын толтырады, ортасында тұрады. Иілуге мүмкіндік бермейді, жаңа айттым, потому что ол өте қатты, мықты. Все, бұл осы жер ғана. Енді біз қызметін білу керек боламыз. 9 қызметі бар. Оны да оңай жаттап алуды көрсетемін. Так, мынаның ортасында енді бір информация айтып кетейін. Күшті қарап алыңдар, әдемі. Көк түспен салайық. Жоқ, қарамен салайық. Мынаның дәл ортасын тесіп өтетін, жасушаның сыртқы жағына да, ішкі жағына да шығып тұратын нәруыз бар. Бұл нәруыздың атын сендер айтасыңдар интегралды деп. Интегралды. Енді кейбір кезде болады, мембрананың тек қана ішкі жағында, ішкі бетінде орналасқан, немесе сырт жағында орналасқан нәруыз бар. Тек бір ғана жаққа қарап тұрады ол. Бұл нәруыздың аты шеткі нәруыз. Шеткі нәруыздар бар. Сосын мембрананың сыртында кішігірім есік сияқты нәрселер болады. Бұл бізде рецепторлар деп аталады. Мембрананың сыртында болады. Дұрыс айтасың, Фатима, периферия ол да шеткі деген мағынаны білдіреді. Дұрыс. Бізде мынау рецептор деген нәрсе бар. Енді осыны айтайын. Рецептор ол есік сияқты, да? Бұл бірақ өзі арқылы ішке гормондардың, импульстардың, немесе тағы да бізде нейромедиатор дейтін заттарды өтеміз, солардың сигналды өткізеді. Рецептор сигналды қабылдайды, хорошо, соны кіргізетін терезе деп те айтсақ болады, иә? Типа терезе сияқтынан сыртында тұрған.
Болды. Енді ары қарай кеттік. Анулярлы липидтер деген бар. Ол бізде мембрананың нәруыздарын бір тұтасты ұстап тұрады. Ол болмаса мембрана нәруыздары қызмет атқармайды деп келеді. Биологиялық мембрананың негізгі бөлігі ол фосфолипидтер. Липидтердің түрлері деп көп жауаптық сұрақ келеді сендерге. Деңгейлі сұрақ, иә? Соңына қарайсың ғой, липид және біреуі ғана холестерол деп тұрады. Соны белгілейсің. Сосын холестерол көп болып кетсе, мембрананың ішінде не болады дейтін логикалық сұрақ келіп қалса, ол мұртсынғыш берік болып кетеді деп айтасыңдар. Холестерол аз болып кетсе, мембрана иілгіш болып кетеді дейсіңдер. Хорошо? Холестерол ол қақпа ғой, қақ ортасында тұрады, қақпа сияқты сырттан кірген затты ішкі мембрана арқылы өткізбеуі мүмкін, иә? Тоқтап тұрып қалады сол жерде. Бірақ қараңдар, холестерол өзі май ғой, ол майларды жақсы көреді. Сол үшін ол кез келген май сияқты заттарды оңай өткізіп жібереді. Хорошо. Так, кеттік ары қарай. Мына жақта фосфолипидтер туралы ақпараттар берілген, бұның бәрін жаңа айтып тастадық. Мына информацияны жаттап алыңдар, иә? Ақнұрка сабақтың соңында айтам, иә? Май қышқылдары, холестерин сияқты осы үш затты тасымалдайды деп тұр. Бұл үшеуін де жатқа білу керексіңдер. Потому что бұлар өте оңай, тіпті қиын емес, кеп қалуы мүмкін. Мына жерде бір информация берілген. Бізде эритроцит дейтін жасушалар бар қанның ішінде. Және қанның сұйық бөлігі бар плазма дейтін. Осы екеуінің арасындағы биполярлы липидтер дейтін болады, майлар, соларды еріген кезде ұстап тұратын фосфолипидтер маңызды дейді. Яғни плазма мен эритроциттің арасында не істеп тұр бұлар? Бұлар майларды реттеп тұр. Так, плазмалық мембрананың сыртында бізде гликолипид болады. Гликолипид неден тұрады десеңдер, қазір айтам, мынаған қараңдар. Қиын емес, просто қарайтын. Значит, ол майдан тұрады деп айтасың, құйрығы. Басы оның көмірсудан тұрады дейсің, болды. Вот, как раз басында көмірсу тұр, гликодеп. Соңында липид тұр, иә? Липогликодеп жазбаған, иә? Ешкімде, значит, оның мынандай басы бар, сосын оның құйрығы бар. Басында көмірсу, құйрығында май. Бізде майлар судан қорқады. Олар мысық сияқты ғой, май мысық сияқты. Фобиясы бар, судан қорқады. Оны гидрофобты деп айтады сол үшін. Иә? Суда еритін болса, гидрофилді деп аталушы еді. Гидрофилді суда еру. Мынау судан қорқу, дұрай ма? Судан қорқу болды. Значит, гидрофобты құйрықтары бар. Гидрофилді басымен қосылған екіздің гидрофобты құйрығы бар. Мынау ғой, гидрофилді басы бар, гидрофобты құйрығы бар. Потому что құйрығы май, судан қорқатын, басы көмірсу. Бұл жер түсінікті болды деп ойлаймын. Мембрананың маңызды бөлігі фосфолипид деп айттым бұл нәрсені сендерге. Так, енді қараңдар, бір информация бар. Мына фосфолипид қабаты бізде коллаген деген зат таныс па? Нәруыз. Бұл нәруыз бізде терімізде, сүйегімізде, сүйек емес буындарымызда, шеміршектерімізде болады. Осы коллагенді бәсеңдетіп өндірілуін басып істейді. Осы нәруызды ыдырататын ферментті күшейтіп жібереді. Сіңір буында көп болады, дұрыс айтасыңдар. Коллаген бұзатын ферментті коллаген аза деп айтып тұр. Міне, коллаген аза. Қараңдар, сендер көп жерден көрген шығарсыңдар контенттерден. Если фермент берілетін болса, оның соңы азамен бітеді. Если ауру берілген болса, оның соңы итпен бітеді, жарай ма? Болды. Дым да қиын емес. Бізде мембрананың қызметтерін осы күнге дейін сұрақ қылып сұрамаған. Сол үшін сендерге қазір тесттен көрсетем оларды қалай жаттайтындарыңды. Бірінші, бізде липидтердің гидрофобты құйрықтарының арасында бос орынды толтыратын ол білесіңдер, холестерин мен холестерол екеуі бір зат. Жарай ма? Екеуі бір нәрсе. Енді мынандай қызық сұрақ. Холестеринді біз қайдан аламыз? Холестеринді біз майдан аламыз. Май жеген кезде холестерин аламыз, кез келген майы бар тамақта холестерин бар. Әсемай, бұны мен WhatsApp-қа жібермеймін, бұны жабық каналға саламыз. Қайтадан бір ескертіп айтайын. Қазір маған сабақтың соңында ең соңында уақытты қойып скриндап, кім сабақтың соңында скриндап жібереді, мен сол оқушыларға
жабық телеграм каналын сілтемесін беремін. Ол каналда осы записті салам, я. Записпен қосып, мен айттым, сабаққа до конца қатысып жүрген оқушыларға не берем дедім, 100 тест берем дедім. Әр сабақ соңында тест беріп отырам дедім. Но бір ескерсетін нәрсе, бізде сабақтар 1 наурызда бітеді ғой. 1 наурызда біткеннен кейін сендерде доступ 1 ай болады деп айттым. Значит, мен сабақтың басталған уақыты 15-і болса, 15 февральдан бастап 15 наурызға дейін ғана доступ болады, чтобы сендердің тез көріп бітірулерің үшін созып жүріп алмай. Потому что уже тақалып қаласыңдар ұбт-ға дейін, я. Так что 15-не дейін сендер бүкіл запистерді қарап үлгересіңдер. Ал сіздің сабақтарымыз ол 1 наурызда бітеді. Мембранаға беріктік қасиет беріп тұратын холестерол, берік холестерол, иілгіш фосфолипид. Иілгіш фосфолипид. Енді мен сендерге қазір мына қызметтің бәрін, миллион нәрсені оқып отпаймын. Олай жолын үйретем қазір, қараңдар. Так, кеттік ал. Бірінші бедейді. Мына сөйлемді оқимын. Биологияның өте жақсы тұсы, сен сөйлемді дұрыс түсініп оқысаң, сұраққа жауап табасың. Мембраналық нәруыздың белгілі ретпен орналасуын, бейімделуін, байланысын қамтамасыз ету қызметі деп тұр. Белгілі ретпен орналасып тұр нәруыздар бұл жерде. Бұл рецепторға келмейді, потому что рецептор деген сөз болады ішінде. Бұл тосқауылдық емес, бұл еще ферментативтік емес. Енді кеттік ал, қарайық. Матрица дегенді оқимыз енді, міне. Нәруыздың рет деген сөзді көп тұрсын ба? Матрицаны айтасын сразу, хорошо? Осылай байланыстырып жетесіңдер. Матрица деген ол рет деп еттіп алыңдар. Болды, көз алдарыңа рет елестесін, болды. Енді айтады, жасушаның автономдылығы деп тұр. Сендер оны тарихтан білесіңдер. Жасуша іштік құрылыс, жасушамен байланыс деп тұр. Ол механика емес, механика ол бір қозғалыс, рецепторлық емес, бұл бізде матрицалық емес, бұл тосқауылдық қызмет. Демек, тосқауыл деген сөзді автоном дегенмен байланыстырыңдар. Автоном, тосқауыл. Мына жерде қарасында ТО дегенмен, мынау тосқауыл келіп тұр ғой өзі. Жақсы, енді фотосинтез кезіндегі энергияны тасымалдау, түзілетін энергияларды тасымалдау жүйесі жұмыс істейді деп тұр. Өзі мәтінде энергия деген сөз тұрма, сен тауып аласың энергия дегенді. Сосын белгілей саласың, ол энергиялық қызмет деп болды. Қиын емес. Сол сияқты, мынау механиканы так, механика деген ойменен тосқауыл деп жүріппін ғой жаңа. Автономдығы десе, ол сөйтіп несіп кеттік, шатасып кеттік. Қараңдар, мынау бізде тосқауыл емес. Тосқауыл ол басқа бөліп тұру, басқа жасушадан бөлініп тұруы, кез келген затты өткізбейді, таңдап өткізеді. Тосқауылда таңдап өткізеді. Механика десе, ол өзімен өзі өмір сүріп жатыр. Ол жерде өзінің автономдығы бар. Ол жерде басқа жасушамен байланысады. Өзінің құрылысы бар, хорошо? Бұл механика. Жақсы, енді мына жақта тағы қандай қызметтер бар. Тасымалдау деген қызмет бар. Бұл жерде өзі айтып тұр, заттар тасымалданады деген бар сөйлемнің ішінде. Соны таңдайсың. Ары қарай тасымалдың өз түрлері бөлінеді. Мына жерде өздерің бір қараласыңдар болады, немесе оны алда айтамыз. Алда айтылатын тақырып. Тосқауыл деген ол таңдап заттарды өткізеді. Заттарды алмасуын қамтамасыз етеді деп тұр. Тосқауыл болады, кез келген затты өткізбейді деген мағынада беріліп тұр. Таңдап өткізеді, яғни. Сосын тағы қандай қызмет бар мына жақта. Все, вроде осылар қатты қиын емес қызметтері. Енді қазір біз так до конца отырып, үлгергенімше талдап шығамыз, я. Кеттік, енді келесі информациялар. Цитоплазма мен мембранасы жоқ органоидтер. Цитоплазма қоймалжың зат екенін білесіңдер. Оның құрамына 3 нәрсе кіретін жаттап алыңдар. Мен осылай сызып көрсеткен затты жаттасаңдар, ертең сендерге көп жауаптық болғанда қиналмай табасыңдар. Гиалоплазма. Зато 2-3 балл қосып кетесіңдер. Гиалоплазма. Сосын бұның ішінде қосындысы бар, органоиды бар. Органоидты сендер уже білесіңдер.
Енді гиалоплазма дегеніміз бұл сұйық бөлігі қосындыларынан органоидынан айырылған цитоплазманың су сияқты сұйық бөлігі. Бұл бізде фазадан және ортадан тұрады. Гиалоплазманың фазасы бар және ортасы бар. Гиало бұл бізде жаңа айттым, бәрінен айырылып қалған сұйық бөлігі. Так, бұның бізде дисперсті ортасы мен дисперсті фазасы бар. Орта десе оған суды айтасыңдар, фаза десе бірде бар, бірде жоқ заттарды айтасыңдар. Рус, май, көмір, су, органикалық заттар, немесе қалқып жүретін бөлшек металлар. Жарай ма? Орта ол всегда болатын нәрсе, фаза бірде бар, бірде жоқ нәрселер. Наруыз, май, сосын нені айттық, көмір, суды айттық, органикалық заттар тасымалдайтын металл көпіршіктер. Көмір, су, металланы айттық. Осылар бірде бар, бірде жоқ. Мына всегда болады, сол үшін орта. Жақсы, гиалоплазманың дисперсті ортасы ол бізде су екенін айттық. Дисперсті фазасы ол наруыздар, майлар, көмір, сулар, органикалық заттар, қалқыма бөлшектер. Так, енді қараңдар. Мұнда мен сызып кеткен маңызды ақпарат деп. Гликолиз дейтін терминді жаттап ала салыңдар, ертең тыныс алу деген тақырыпта айтамын. Глик деген сөз көмір суды білдіреді. Лиз көмір судың ыдырауы дегенді білдіреді. Көмір судың ыдырау және оттегі сөз. Өсіп жазып қойыңдар. Гликолиз дейсің, глюкозаның ыдырауы, сосын бір сызықпен жазып қой, оттегі сөз деп болды. Хорошо. Бізде енді мембранасы жоқтарды айтамыз. Цитоплазманың органоид қосындысынан айырылған бөлігін гиалоплазма деп айтамыз. А цитоплазма деп отырған ядроны қоршайтын қоймалжың зат. Так, глюкозаның анаэробты тотығуы нәтижесінде не пайда болады? Нәтижесін мына жақта жазған пирождин пайда болады деген. Қараңдар, пирождин дегенді бір жазып кетейін. Глюкоза С12, С6, H12 тұрыст. С6, H12, O6. Осы глюкозаны ыдыратып жіберсең, сен аласың С3, H4, O3 деген заттың екеуін аласың. Хорошо? Глюкоза ыдыраса, оттек қатыспайды. Осы пирождин деген затты аламыз міне. Мына зат шығып тұр. Так, бізге түсінікті болды ма цитоплазма? Сұрақ бар ма бұл бойынша? Нақты только келетін ақпараттарды талдап тұрмыз, көріп тұрғандарындай. Бұл тақырыптың ауқымы үлкен. Жақсыңдар, молодцы, бір сағаттан бері біз талдап жатырмыз, молодцы. Бүгін күшті қылып осыны меңгеріп алсаңдар, күшті боласыңдар, прямо нелерің артады, өздеріңе уверенностьтерің артады, прям. Келесі тақырыптар қиын емес болып қалады ғой. Сендерге мен кеңес беремін, қазір осы айтып отқан затты скриндеп алыңдар да, сабақ біткесін дәл осылай сызып жазыңдар. Оны қайталаңдар. Әлия, қазір примерно 30 минут алдаймыз енді осыдан кейінше, потому что мембранасы жоқ, мембранасы бар, қос мембраналы үшеу ғой. Хотя бір мембраналы бітіріп тастайық талдап. Соң қалғанын тоже әр сабақтың уақытында қосып талдап кетеміз. Жарай ма? Енді микротүтікшелер туралы айтылған. Өзі аты айтып тұрғандай, ол су ішетін трубочка сияқтындай. Бұл микротүтікшелер жасушаның ішіне жолдар сияқты ғой. Бұл бізде цитоқаңқаны құрайды деп тұр. Енді сендерге айтайын, қараңдар. Бізде мына үш сөз бір-бірімен байланысты. Жасушаның орталығы. Хорошо. Жасуша орталығы, если араларында ұйықтайтындарың болса, қазір әрине шығарушынек болады. Дұрыс жазына негізі мендегі режим таңғы сағат 5-те тұру керекпін. Жасуша орталығы центриоль. Если қаласында таңертең ерте талдасақ болады осы қалған бөлікті. Кім ерте тұрады таңертең? Жасуша орталығы центриоль. Бірақ үйде қыздар ұйықтап жатады ғой. Шулап кетем ғой. Давайте ертең былай істей аламыз. Осы жасушалық биологияның қалған бөлігін ертең түскі сағат 15:00-де талдап тастасақ болады. Просто мен үйде жалғыз өзім тұрмаймын да. Сонымен басқа қыздарды оятып алсам сылайды ғой. Жұмыстан кеп. Хорошо, онда осында давайте бітіріп тастайық. 2 минутта, обедте курс дейді. Записін салам ғой, Жантөре, қазір ескесең. 3-те болсамасыңдар, онда жартысын записін көрсеңдер болады. Главное, осы сабаққа қатысыңдар ғой сендер.
Бүгін жабық каналды алып алсаң, бір рет жабық каналға кіріп алсаң, ішінде отырасың деген сөз ғой. Бірақ жабық каналға кірдім деп сабаққа кірмей қалу дейтін нәрсе болмайды. Ой, записін көріп отырамын ғой деп үлгермейсіңдер ол кезде. Жасушаң орталығы центриоль и цитоқанқа біреу бәрі. Істедім. Цитоқанқа мына үшеуі бір сөз. Мына үшеуі бір мағынаны білдіреді. Ертең 15:00-ден 16:30-ға дейін қалған бөлікті талдап тастаймыз, секірсеңдер. Жақсы, осы үшеуін жаттап алыңдар. Конспектіні бересіз ба дейді. Осы материалды жіберу ойымда тұр, потому что как раз естеріңе түседі, и басқа материал салам ба көремін, сізге қалай удобно болады. Хорошо, бұл микротүтікшелер бізде ұзындықтары 25 нанометрге дейін жетеді, диаметрлері ұзын болып келеді. Және микротүтікшелердің құрылысын айтатын болсақ, бұл бізде тубулин деп аталатын наруздардан түзілген. Қараңдар, мынау тубулин деген наруздар. Бұл мына түтікшенің сыртын құрап тұр былайынан. Микротүтікшенің құрап тұр да, мына екеуі бірігетін болса, бұлардан димерлер түзіледі, жарай ма? То есть мынаның барлығын бірігуі бұлар димер деп аталатын тізбекті береді сендерге. Димерлер, міне тубулин наруздары, олар бізде димерлерге айналады. Мына жақта бізде осы тубулин наруздарына бекініп тұратын екі түрлі тағы да қосымша наруз бар. Ол қосымша наруздар не істеуге қатысады? Олар бізде заттар тасымалдауға қатысады. Бұның бізде плюс ұшы бар және минус ұшы бар. Хорошо? Бізде микротүтікше олар цилиндр пішінді болып келеді. Мына жақта сендер көре аласыңдар. Димер, мына тубулин нарузы. Диаметрі 25 болып тұр. Басқаларына қарағанда, олар бізде мынандай трубочка сияқты ғой. Міне. Вот. Так, енді суреттесіңдер, осы микротүтікшенің плюс ұшы мен минус ұшын көресіңдер. Бұл жерде бізде плюс ұшына келеді, тубулиндар қосылып жатыр, наруздар, димерлер немесе тубулин димерлері. Мына жақтан ажырап жатыр. Мына жақтан ажырайды, басына барып қосылады. Ажырайды, басына барып қосылады. Ажырайды, басына барып қосылады. Не істейді? Байқап тұрсақ, ұзарады, солайынан. То есть алдыға жылжиды. Құрт сияқты жылжып бара жатыр. Просто бір ерекшелігі, мына жақтағы наруз үзіліп түсіп мына жаққа бекінеді. Сол кезде жасушаның мына тұсында тұрған микротүтікше жасушаның келесі бір бөлігіне тез жылжып жетіп алады. Микротүтікшенің басты қызметі, бірінші қызметі, ол жасушаның ішінде заттарды тасымалдайды. Жасушаның бір бөлігінен екінші бөлігіне апарып тастайды. Екінші қызметі ол жаңағы цитоқанқа центриольді құрайды, жарай ма? Центриольдің ішінде осы микротүтікшелер болады. Так, жасушаның ішінде бұндай түтікшенің үш түрі бар. Микротүтікше, микрофиламент, аралық филамент. Микрофиламенттер, олар микротүтікшеден жіңішке болып келетіндері. Хорошо? Бұлар бізде актиннен құралады деп тұр. Міне суретін көреміз, міне қараңдар. Мынау микротүтікше. Мынау ең кішкентайы. Ең кішкентайы микротүтікше. Ең үлкені, микротүтікше ең үлкені, мынау микрофиламентіміз кішкентайы. Филамент жіп деген мағынаны білдіреді. Екеуі дәл былай орналасқан, мына қараңдар. Мынау микротүтікше, мынау филамент. То есть жіп деген мағынада, екеуінің разницасын көріп тұрсыңдар. Мынау түтікше, мынау филамент. Екеуінің аралығында аралық филамент деген бар. Бұның диаметрін көрсеңдер, бұл орташа. Микрофиламенттен үлкен, бірақ мынадан қандай? Мынадан кішкентай, түтікшемізден кішкентай болып тұр. Хорошо, мен осы жерден записті аяқтаймын. Осы жерден біз аяқтаймыз. Өздеріңе скрин жасап алып, маған жүктеме жіберсеңдер болады. Бүгін сабаққа қатысқандардың барлығына мен жабық каналдың сілтемесін жіберемін, жарай ма? Және де келесте басқа да өздерің таныстарыңды сабаққа шақырып келсеңдер болады. Бұйырса, қазір 100 сұрақ тест салам. Үлгерген жағдайда келесі Google форма түрінде